Футбол алаңына шығып бірден мұздай қанды шабуылшыға айналатын ойыншыны елестетіп көріңіз. Қысым, қатерліктер, үрей жоқ. Бұл оның стилі емес. Ол Кол Палмер барлығын сабырмен, сенімділікпен және эмоциясыз жасайтын ойыншы. Жанкүйерлер оны Кол Палмер деп атайды және бұл жайдан жай емес. Бүгін біз сіздерге Манчестерден шыққан жігіттің қалай Челсидің көшбасшысына және Еуропадағы ең жарқын жас таланттардың біріне айналғанын айтып береміз. Кол Джермейн Палмер 2002 жылы 6 мамырда Манчестерде дүниеге келген. Бала кезінен доп тебуді жақсы көріп, ал 8 жасында Манчестер Сити академиясына қабылданды. Ол жасөспірімдер құрамасынан негізгі командаға дейін жетіп, атақты Пеп Гвардиоланың қол астында жаттықты. Көпшілік оны Ситидің жаңа жұлдызы болады деп ойлады, бірақ 2023 жылдың жазында күтпеген жерден 42,5 миллион еуроға лондондық Челсиге ауысты. Бұл трансфер көпшілікті таң қалдырды, бірақ қазір бәрі түсінікті. Өйткені Челси соңғы жылдардағы ең сәтті трансферлердің бірін жүзеге асырған болатын. Неге оны Кол Палмер деп атайды? Кол Палмер лақап аты кездейсоқ берілген жоқ. Біріншіден оның аты Кол. Ағылшынша Cold суық деген сөзге ұқсас. Екіншіден ол ойын кезінде суыққандылығымен ерекшеленеді. Соңғы минуттарда пенальти теуі керек пе? Шешуші пас беру қажет пе? Жүйкесі сыр бермейді. Қарсыластың қақпасына допты салқынқандылықпен енгізіп, матчтың ең қиын сәттерінде өз шеберлігін көрсете біледі. Оның фирмалық тойлау мәнері өзін құшақтап, мұздағандай түр көрсету. Бұл бейнені одан әрі күшейте түседі. Статистика мен рекордтарға тоқталсақ, Палмер қазірдің өзінде Челси клубының тарихына енді. Оның басты жетістіктері Челси үшін 2023-24 маусымында 50-ден аса матч өткізіп, 34 гол соғып және 18 нәтижелі пас берген. Ал осы маусымда АПЛ-де 27 ойын өткізіп, 14 гол мен 6 нәтижелі пасымен үздіктер қатарында келеді. Оған қоса, Челси тарихында АПЛ маусымында 10 голдан көп соққан ең жас ойыншы. 21 ғасырда Чемпиондар лигасында дебюттік маусымда дубль жасаған алғашқы Челси ойыншысы. Және бір маусымда Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Ситиге гол соққан санаулы ойыншылардың бірі. 2023 жылдың 17 қарашасында Палмер Англия ұлттық құрамасы үшін өзінің көптен күткен дебютын алды. Ол ойын Мальтаға қарсы матч болатын. Маусымды керемет өткізген ағылшындық талантты барлығымыз Германияда болған Еуропа чемпионатында жасындай жарқырайды деп ойлап едік. Бірақ ұлттық құраманың бас бапкері Гарет Саутгейттің жоспары басқаша еді. 22 жасар Палмер алғашқы 2 ойында мүлде алаңға шықпады. Бақ өкілдері осы жайлы жарыса жазып, Саутгейтті әбден сөз еткен соң ғана топтық кезеңнің соңында Кол өзінің алғашқы ойынына шықты. Финалдық мәреге дейін ол Англия құрамасы үшін 1 гол соғып, 1 нәтижелі пас берді. Палмер Челсиге ауысқанға дейін талай мықты клубтардың назарында болған еді. Өз ретінде лондондық Арсенал, Ливерпуль, Мюнхендік Бавария ағылшындық жас талантты сатып алуға тырысқан. Бірақ Челси оған негізгі құрамда тұрақты орын мен көшбасшылық рөлін ұсынғандықтан бұл шешім өз жемісін берді. Жалпы футбол әлемінің жарық жұлдыздары Кол Палмер жайлы біраз жақсы сындар айтқан болатын. Мысалы, ол өте дарынды, оның табысқа жететінін білдім және оның жетістіктеріне қуаныштымын. Кол Челси үшін маңызды ойыншы. Ол командаға лезде сіңіп кетті. Челсидің асыл тасы бар. Болашақта Палмер нағыз көшбасшы бола алады. Бұл жігіт алаңда 30 жастағы тәжірибелі ойыншыдай ойнайды ғой шіркін. Палмер кәсіби деңгейі өте жоғары ойыншы. Ол жақын арада өз деңгейіне қайта оралады деп сенем. Соңғы 1-2 айда Палмердің жолы болмай жүр, бірақ біз білетін жас талант тезірек өз бабына келе алатынына сенімдіміз. Жалпы айта кетсе, Кол Палмер жай ғана талант емес. Ол қазірдің өзінде команда тағдырын шеше алатын ойыншыға айналған әлемдік деңгейдегі жұлдыз. Челсиде нағыз көшбасшы рөлін таңдап, жанкүйерлерін таңғалдыруын жалғастыруда. Қалай ойлайсыз? Клубтың аңызы бола ала ма? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Достар, біздің қазақша контентіміз сіздерге ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Пари матч Қазақстан арнасы.